кешегі менің бір стористағы ойларыма қатысты дайректіме менің күйеуім курс дегенді ұнатпайды деген секілді бір хаттар жиі келіп жатыр. Қыздар, күйеулеріңізге, жолдастарыңызға ренжімеңіздер. Мен де тура сондай болғам, мен де тура сондай ойда болғам. Бір желідегінің бәрі жулик, курстың бәрі бір лохотрон деген деп ойлаған адамдардың бірі мына мен. Бірақ енді сол ойымнан қалай айныдым, қалай өзгердім, соны сіздерге айтып берейін. Біріншіден, бір академиялық білімді әкеден алғам, атамның ақылы маған қонған, немесе бір іштен оқып туғам деген сияқты отыра беруге болмайтынын түсініп қалдым. Және бір университеттегі білімді де алған, бір апгрейд жасап, обновление, бір тюнинг жасамасам, бір маман ретінде де бір керексіз күрек сияқты ескіріп бастағанымды ішім сезіп қалды. Екіншіден, бір жеке тұлға ретіндегі менің бір дәстүрлі тәрбием, немесе бір ауылдан алған витаминдерім мені бір осы бір кезеңге, осы бір деңгейге алып келді. Ол менің бір фундаментім. Бірақ әлгі бір орыстар айтады ғой, бір меняйся или сдохни деп. Өйткені біздің қазіргі бір өмір сүріп отырған кезеңіміз өте бір жылдам алмасатын, жылдам бір өзгеретін кезеңде бір өмір сүріп жатырмыз. 30-дан кейін де бір осы да жетеді деп отыра беретін болсам, жігіттер, тоқырайтынымды, бір 40-қа жетпей, бір қаусап қартайған адам секілді болып қалатынымды түсініп қалдым. Осы бір мышление мені бір жаңа инструменттерді игеруге, жаңа бір курстарға жазылуға, немесе бір жаңа кітаптарды ашып қарауға алып келді.